Бүгін сіздермен өте дәмді булочки дайындаймыз. Жылы сүтімізге дрожжымызды, қантымызды, ванильді сахарымызды және жұмыртқаның ағын, сұйық майымызды қосып жақсылап араластырып, ұнымызды ұн қопысқыштан өткіздіріп, жұмсақ тесті дайындап жылы жерге қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды майда бөліктерге бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын дөңгелетіп, пищевой пленкамен жауып қоямыз, беті кеуіп кетпес үшін. Одан кейін біртіндеп алып жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін үстіне ерітілген сары майды жақсылап жағып, начинкаға кез келген нәрсені пайдалансаңыздар болады. Мен мейіз сухофруктыларын пайдаландым. Бір жақ шетінен осылайша видеода көріп тұрғандарыңызды айналдырып рулет жасаймыз. Ортасынан кесіп, кесілген жағын бетіне қарай қаратып өріп аламыз. Бір шетінен айналдырып розочка гүлін жасаймыз. Барлығын осылай дайындап болғаннан кейін жұмыртқаның сарысына кішкене ғана сүтімізді қосып, булочкалардың бетін осылайша жағып шығамыз. Қыздырылған пеште пісіріп аламыз. Сироп үшін миотқа ыстық суымызды қосып, піскен булочкалардың бетіне жауып шығамыз.